Привет, қалайсың? Сіз армансыз ба? Иә, мен ғой. Суретті вообще басқандайсыз ғой? Ол мен жас кезімдегі суретім ғой. Жас кезімде сонда нешінші жылғысыз? Мен 6-мын. 2006 ма? Жоқ, 1996. Айтпақшы сен атың кім еді, есімнен шығып кетті. Айжан. Айжан. Балжан? Айжан. Маржан? Туф, Айжан. Аружан. Аружан, қара, мен күшті видео істедім, қара. Қалай, Сабыржан, ұнады ма? Жесеш, тағы бірдеке заказ берейін ба? Бүгін маған пенсия түсті, ақша көп. Алай мына абадан алаш деген керемет. Бұйыртса келесі жыл 50 жасымды осы жерде өткіземін. Летний террасасы бар, LED экраны бар, детский игровой площадкасы бар. Ана жиындарға, отырыстарға керемет жер ғой. Еще тамағы да дәмді. Коктейль бірдеңе ішесіз ба? Жоқ, маған шай керек, шипыр шай, әпсе басым ауырады. Немесе сарағаш. Мә үлкен кісімен бірінші аяға кеп тұрмын. Аға? Аға тұрыңыз? Мен қайдамын? Сен екенсің ғой, Балжан. Туф, қойыңызшы. Сіз мен үшін слишком кәрі екенсіз, мен кеттім. В смысле, кәрі, мен жаспын. Тоқта, Гүлжан! Сенде сағыз бар ма? Ой, мен қалтамда барлығы бар. Пицца жейсің бе? Пицца? Үтік? Керек бола ма деген ғой. На всякий случай алып жүрмін. Бірдеңе жыбырлап жүр. Ақтөстен осындасың ба немесе іздеп жүрмін ғой. Қазір тауып берем. Зурайдың лимонадтары бар екен. Анандай түрлері де бар екен. Ішесің бе? Давай. Дәмді. Қазір тауып берем. Туф, сенің қалтаңда не жоқ? Может, еще адам жатқан шығар? Біреу жатыр. Мен саған қас көмектесем. Рэйчел? Бұл кім? Бұл мен бывшаям ғой. Сен мені тастап кет десем, қалтамда жүр екенсің ғой. Сау бол, урод. Жоқ, Рэйчел, тастама. Той, кешір, бірақ сағыз жоқ екен. Сенде бәрі бар, сонда сағыз жоқ па? Осы сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мен сияқты әдемі қызды қалай сындырдың? Мен сені дуалап? Сіз қыздар дуалап бере аласыз ба? Ой, менде дуалайтын қыздардың түрі бар. Мына қыз Жәмила, ақыл десең ақыл, сұлу десең сұлу, еще байдың қызы. Басқа қыз бар ма? Мына қыз қалай саған? Аты Сәуле, ой, пысық, сиыр десең сиыр сауат, беш бармақтың түбін түсіреді. Еще ауыл партиясының мүшесі. Білесің ғой, қыз, ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр. Жоқ, маған басқа вариант керек. Тағадай варианттарыңыз бар? Вариантын енді көрсетім. Бір болмайтын Айжан деген вариант бар. Мінезі ит, жалқау, түске дейін ұйықтайды. Қолынан боқ та келмейді. Бір красавица деп айтпас еді. Осы қызды маған дуалап бергізші. Қумаш, дуаласам, Анджелина Джоли дуалап алмайын ба? Мынау мен братишкам. Ой, сүйкімді екен. Отыра берем, мен қыз келем. Қалайсыз, жеңеше? Сен сөйлей аласың ба не? Я, мен сөйлей алам, только ешкімге айтпаңыз, бұл секрет. Мә, сен онда сөйлей алсаң, менің бір-екі сұрағыма жауап берші. Ойбай, тегін айтпаймын, маған ақша төлеңіз, сол кезде айтам. Мә, жастар, шустырсыңдар, я? Мә, сенің ағаңның подпискасында Айка деген қыз бар. Ол кім? Ол Айка деген, ол менің ағамның бывшаясы. Екеуі арасында сөйлеседі. Келесі сұрақ. Кеше ағаң маған түсте сообщенияларыма жауап бермеді. Ол сол Айкамен қыдырып жүрді ма? Ой, кеше ағам стадилингте болды ғой. Қазір Шымкенттегі стадилингте жазда ағылшыннан интенсив курс болып жатыр. Ағылшын тілін сол арқылы 2 есе тез үйренесіз. Ал кешенің арғы күні қайда болды? Ой, арғы күні де стадилингте болды. Ол курс күнде болады. Аптасына 6 күн. Күнде шетелдік мұғалімдермен практика болады. Және 1,5 айда бір деңгейді аяқтап отырады. Сіз де барсаңызшы, жеңеше. Бірақ сол интенсив курстан кейін Айка екен киноға барды. Қалай таныстыңдар ма? Білмеймін, бар Айкаңнан сұрасаңшы. Қайдан біліп қойды? Или сен айттың ба? Жоға, брата, мен сөйлей алмаймын ғой. Танысып қойыңыздар, бұл сіздердің болашақ келіндеріңіз. Ал кел ананы. Бұл не? Бұл өтірікті анықтайтын детектор. Қазір саған бірнеше сұрақ қоямыз, жауап бер. Келін нешеде тұру керек? Әрине таңғы сағат 7-те, мен өзім күнде 7-те тұрам. 9-да. Ладно, 12-де тұрам. Екінші сұрақ, тамақ істей аласың ба? Әрине істей алам. Роллдың саналмаймын ғой не? Мен ағыздың қолынан дым келмейді ғой. Ертең бізде бірге ауылда тұра ала ма? Жоқ, мен тұра алам ғой. Мен өзім ауылдың қызымын ғой. Сиыр сауып барлығын қатырам ғой. Еще мен папам ауыл партиясының мүшесі. Ауыл партиясы қазір ауылдарды гүлдендіріп жатыр ғой. Мүмкін емес, өтірік науқас, қызыл жанат қара. Қойшы, бәрібір қолынан дым келмейтін келін бізге не керек? Мен мысалы кезінде таңғы 5-те тұратынмын. Дәмді тамақтар істеп, үйдің бәрін жинап шығатынмын. Аты неме артық сөз айттырмай бәрін істейтінмін. Ой, қойшы болды, ең басы бір-бірін жақсы көрсе болды ғой. Мен сияқты, мысалы, мен сені жақсы көремін, басқа ешқандай қызбен жүрген жоқпын.
мынау істемей тұрған сияқты. Не бәлем мынау? Сен маған менің алғашқы махаббатым деп айттың ғой маған. Ай, ана бір класста Айгүл деген қызбен жүрген. Қайдағы Айгүл? О, мама, қалайсыздар? Сәлеметсіз. Видео қосайын ба? Иә, міне Айжан. Қалайсыз, мамамен таңғы 5-тен бері ұлыңызға тамақ істеп жатқам ғой. Еще күні бойы генеральный уборка істеп жатырмын. Қомаш үйді мен жинадым ғой. Ой, үйдің тірлігі бітпейді ғой, мама. Еще Фридомнан үйге полный продукты тапсырыс беріп қойдым. Еще сіздің дәрілеріңізді де очереден алып қойдым. Алматыға келсеңіздер, самолет пен пойыздың билетінде осы Фридомнан алуға болады. Еще папа екеулеріңізге тура алып қойдым. Тоже осы Фридомнан. Қомаш, Фридом деген банк қой. Оның барлығын қайтып аласың Фридомнан. Ой, қазір Фридом жай ғана банк емес, ішінде барлығы бар. Үлкен экосистемаға айналды. Жақсы, онда мама мен ұлыңыздың сүйікті бешбармағын жасай берейін, ә? Сау болыңыз. Жақсы, мама, сау болыңыз. Жотан бешбармақ. Ой, просто тамақ заказ бере салайықшы. Жаман қусың е сен, ә? Пожалуйста, бізге скидка жасап беріңізші. Жарай, сіздегі 20% жеңілдік жасайым, жарай ма? Жоқ, бізге 50% скидка жасап беріңізші. Ладно, 50% жеңілдік болады. Доставка мен установкында тегін қылып беріңізші жағдайымыздашы. Бопты, доставка, установка тегін. Рахмет! Адрес қай жаққа жеткізу керек? Доставканы біздің Көктөбедегі 3 этажды вилламызға апарасыз ғой. Әне біздің Бентли тұр, соның атынан еріңіздер, я? Жүр жаным. Ей, Федерико, ана бассейн тазаламайсыңдар ма, кіріп болып кетті ғой. Ана фонтанды өшіріңдер, албаттан қоса берме, ақша кетіп жатыр. Көтеріл, жүр. Ей, кедей, аяғың таза ма, кірлет тастап жүрме? Люстраны мына жерге ілу керек. Мам, пап, мен подругам Айгүл өзіне новый Феррари алыпты, ал менде обычный Бентли. Ойбай қызым, сен аяғын бүйтесің, ана сейфта $1 миллион тұр, соны ала бер. Рахмет, папа. Не үйге бірдеңе алдыңдар ма? Ой, ана Люмикасаның люстралары керемет екен. Тек соларда ғана бар эксклюзивный люстралар сатылады екен. Еще үйінің аяғына дейін 50% бе 90%-ға дейін жеңілдіктер болып жатыр ғой. Не қарап тұрсың, істесінші. Хорошо. Тағы скидка сұрап алу керек. Бекер маған скидка істеп тұр. Бай екен ғой. Тупит етіп қалған қараш. Официант? Я? Официант болсаңыз, не істеп тұрсыз? Иә. Бізде қаладағы ең дәмді суши. Қайсын таңдайсыз? Кішкене ары тұрасыз ба? Иә. Маған просто кола бере саласыз ба? Жақсы. Махаббатпен пісірілген ыстық пицца. Пицца? Мощный, сочный біздің сушиларымыз. Барлығын өзім пісірдім. Нағыз қатын болатын қызбын ғой. Мен бұлар заказ берген жоқпын ғой? Бұның барлығы сізге тегін. Бізге бүгін махаббат күні. Тегін ба? Мәссаған. Алло, жаным, срочно май сатуға кел. Маяқты ойаш, тегін суши пицца беріп жатыр ғой. Иә. Сіздің қызыңыз бар ма не? Иә, қызым бар, күтіп отырмын ғой қызымды. Ой, неге алып жатсыз жаңа? Тегін еді ғой, махаббат күні еді ғой. Бітті махаббат күні. Өзі 4990 теңге тұрады Мадрид сеті. Соны төлеңіз. Жүрегімді жаралап. Баяғыдай сені сүйгім келеді баяғыдай.